Сабый шақта оқытқанда мені халфа, рахмат аңа үйретті бір яқшы нәрсе. Сүбханалла deyip әйту тиіш дейді, бір мән яңа ғына туған айны көрсе. Шул заманнан бирле айның туғанына һәм дә алтын күпшәк булып тулғанына қарап, қайшан күңлем хайран қала, диям шунда: Sübhanallah, Sübhanallah. Bu әйтуім хайр минем ғадәп кенә, бу бір дини булган әдәп кенә. Бір вақтым бар, укыйм моны шын күңлемнән. Хәлфәм яусын сиңа һаман рәхмәт кенә. Менә нәрсә, бәгъзән күрәм сөйгәнемне, көннәр төннәр гышкы белән көйгәнемне. Шул вакытта минем Тілім тұтлығадыр, ішке қушам тағын шулық білгенімні, тұлған айғақ шаш yüzü, başı аның, яңа туған айғақ шаш қашы аның, аңа қарап тұрып қайшан күңлім хайран қала, диям шунда: Sübhanallah, Sübhanallah. Әгәр күрсә, шул матурны Гайнетдиннәр, гади генә Кутбетдиннәр, Шәмсетдиннәр каяларгасың Sübhanallah дию. Укымаган алар, бер нәрсә белмиләр. Әгәр хәлфәм, мин дә шулай надан булсам, синнән гыйлем ала алмыйча калган булсам, әйтер идем шулар кеби мин гыйрфансыз. Ай, бигрәк матур икән шуканган кыз.